Тексеріс, мазафака, тексеріс. Сапасы нашар, бензинді іздеп жүр. Мен сіздерді түсініп тұрмын, что бастықтардан рұқсат алу керек дегеніңіздер. Сәлемайт, 87, 92 деп сатып жатыр ғой мынаны. 88 дей ма? Біздің аппарат алдамаса, бұл жанармайда ешқандайда 92 жоқ. 97 дейді. 95-97 деп сатып жатыр ғой. 3-ші номер, молодцы. Күтпедім мен, 5-тен бар ғой. Басқа 5-тен күтпедім. 92. Барлығыңызға сәлемет, сіздермен бірге Санат Жанатұлы. Біз бүгін Алматы қаласындағы ең сапасы нашар жанармай бекетін табатын боламыз. Тексеріс барысында бізбен бірге мына Октис 2 деген өзіміз тексере алатын құрылғы қатысатын болады. Яғни 92-95 жанармайларын алып, мына мен бақылайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қара, лайк басуды ұмытпа, және видеоның соңында экспертпен кішігірім сұхбат аламыз. Сапалы бензин қандай болу керек? Қазақстандағы бензиндер әлемдік стандарттарға сай ма, жоқ па? Қош келдің Алматыға мама, бекісеке драма, бұл қалаға менде үлкен план бар. Тоймайым дәуісінде жан бар, күмілде қамбал, Сендер сұрадыңдар, біз бастадық. Бірінші жанармай бекеті. Бұл жайлы өте көп сыни пікірлер жазылған болатын. Қазіргі таңда 92-ның бағасы 205 теңге, ал 95-дің бағасы 266. Көрейік, сапасы қаншалықты бағасына лайықты. Хруст костей, а не така, не это драка, ты череп поцеловал стакан. Тексеріс, тексеріс. 4-ші колонка 92-ден 1 литр, 95-ден 1 литр. Полис, ископарики полис, Алматы никак сторис. Сапасы нашар, бензинді іздеп жүр. Қай жерде? Мен оны айта алмаймын. Сәлем жеке вау. Мен сіздерді түсініп тұрмын, что бастықтардан рұқсат алу керек дегеніңіздер. Алло, Еслем аға, ассалаумалейкум. Жоқ, просто мен канистрамен келдім, арнайы құтымен. Құйып алыңдар, өздерің алып кете беріңдер деп тұр ғой. Анай, денсаулыққа көмектесетін нәрселер беріп отыра ма? Бұрын беретін еді, Оттуда совершенно мать. Аджара гуджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Қай колонка бос қазір? Давайте бірге 92-ден 1 литр, 95-ден 1 литр. Телефонмен де болмайды, значит, да? телефонмен нельзя. Звонки рядом, вот с рядом нельзя. Вы если заправитесь, пускай они подальше. Это по технике безопасности запрещено. Это вы понимаете, это моя жизнь, ваша жизнь. Запрет тұрған нәрселер тұр мына жерде. Темекі шегуге болмайды, яғни түтіні көп нәрселер болмайды, және бензин походу ненікі канистра болмайды деген. Бірақ техника болмайды деген кішкене гонево сияқты меніңше. Бәрі телефонмен келеді ғой, телефон Бес жанармай бекетінен 92 және 95-ші мөлшердегі бензиндерді алған болатынбыз. Бензиндерін бәрін салып алып, лабораторияға барамыз ғой, короче. Бізде жай-мәй бір тексеріс болайын деп тұрған жоқ, ауырынан кетейін деп жатыр. Мен ауырайын дедім, бір нәрсе болды. Шо там мыналардың цветтері де басқаша ғой. Біз көріп тұрсыздар, номер 1, номер 2, номер 3 деп әрі бір жанармай бекеттерін осылай белгіледік. Лабораторияға келдік, атмосферасы енді адам қорқытатындай. Біз енді мынандай бір құрылғы алып келдік. Қаншалықты бұның шын көрсететін, өтірік көрсететін білмейміз. Бірақ барлығы үй жағдайында, яғни осыны қолданады екен. Арнайы тапсырыспен алдырған болатынбыз. Бұл жерде де ақтонды санын тексереді деген. Аты енді октонометр деп аталады. Әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, ғылыми зерттеулер үшін кішкене басқаша болып, бірақ жалпы олардың жұмыс жасау мақсаты бір. Яғни октан санын анықтау. Яғни сол бензиннің сәйкес келеді ме, келмейді ме, соны анықтау болып табылады ғой. Октонды сан дегеніміз не? Октан саны ол да жаңа құрамдағы химиялық қоспаларға, яғни көмірсутектердің изооктаны мен гептанның мөлшеріне байланысты, яғни изооктан 95% болса, ол жерде
АИ 95 деп аталады. Яғни қалғаны 5% гептан болуы мүмкін. Сол сияқты құрамындағы изоктанға байланысты айтылады негізі. Актон саны жоғары болған сайын қозғалтқыш жақсы жұмыс істейді. Иә, детонациялық қасиетке төзімді болады. Детонация дегеніміз ол отынның жарылып жануы да, яғни жарылыс үстінде жануы, сол қасиетке төзімді болады. Октан саны төмен болған сайын ол детонацияға ұшырау қабілеті жоғары болады да, соған сәйкес қозғалтқыштардың жұмыс істеу қабілеті де нашарлай береді. Мен қасында Еркебұлан және Әсел. Бұл кісілер қазір студенттер бізге үй жағдайында қалай жанармайды тексеруге болады, сол жайлы айтып беретін болады. Қандай жолдары бар тексеруге болатын? Яғни, егер сіз бензин сапасын бақылағыңыз келсе, не төмен, не жақсы екен. Сіз ең алдымен әрине иісінен байқап білуіңізге болады. Енді бірінші очередте не істейміз? Араластыру керек па етіп, шайқап? Былай араластырмасаңыз да болады, былай қолыңызбен бір өзіңізге көмектесіп жібересіз иісін. Егер иісі өткір болса, бұл деген бензин өте сапасыз деген мағынаны білдіреді. Өйткені құрамында механикалық қоспалар болуы мүмкін. Ал егер иісі ашық, өзіндік иісі тән және мөлдір анық болса, ол деген бензин сапасы жақсы. Өзінің иісі деген қандай ол? Өзіне тән иісі, өзіндік иісі. Қазір. Өзіндік па, Әсел? Әселі көрсіңіз? Өзіне тән иесі. Сапасы төмен. Өзіңізге шешім арқылы. Мен что-то кайфовать етіп бастадым. Бірінші жолы осы иіскеу арқылы. Одан кейін? Егер де бензин түсі ашық, яғни судай тап-таза мөлдір болса, ол деген бензиннің сапасы жақсы деген мағынаны білдіреді. Иә. Ал егер мысалы бензиннің түсі сарғыштау болмаса, қызғылттау болса, ол деген құрамында ауыр қоспалар бар деген сөз. Біз ойлап жоқ қой, кішкене сарғыш болған сайын ол бір әдем көрінген сайын мынада құнарлы бензин екен деп ше. Расында түссіз болу керек. Түссіз болу керек. Ақ болу керек, иә. Иісі, түсі, сосын? Және оны біз қағазға тамшылап біле аламыз. Егер сапасы жоғары бензин болатын болса, егер қағазға тамшыласақ, ол ұшып кетеді өзі, ұшқыштап кетеді. Және қағазда із қалдырмау керек. Ал егер бензиннің сапасы төмен болса, яғни оны қалай білеміз, сол бағанадай пипетка арқылы қағазға тамызып, егер біраз уақыт күтіп, егер ода май сияқты дақ қалса, ол деген бензиннің сапасы төмен деген сөз. Қазіргі таңда тексерісті бастаймыз. Тексеріс мына мен қолымда тұрған құрылғы арқылы жүреді, яғни көп жерде осы құрылғыны қолданады екен. Қаншалықты 100% шын емес көрсететініне білмеймін, алайда қолданыста бары осы. Сондықтан кеттік. Көрейік, қай жанармай бекеті 92 шын мәнде 92, 95 шын мәнде 95. Бірінші номердегі біздің жанармай. До конца толтыруым керек сияқты мұнан, Мен мас болып қалатын сияқты мынаны ше. До конца тексерем дегенше. Қосамыз. Болып жатыр ма, жоқ па? Алло, жүріп жатыр ма? 87. Ема, сәлем айт, 87. 92 деп сатып жатыр ғой мынаны. Тағы көрейік па? Тағы бір попытка береміз бірінші номердегі жанармай бекетіне. Чо там, ағайын. 87. Қаяқта 92 сатып жүрсің десіңдер бізге? 87. Короче, сендермен дұрыстап сөйлесу керек. Болмайды мынау. Мен же басым ауырып бастап жатыр, рас. Бірінші номеріміз. Абала. Тоқсан жеті. 3 рет чиқылдау керек. 97. Мыналар, короче, 92-ден жегенде, короче, 95-ке қосып берген бір нәрсесі бар болып тұр ғой. Екінші номердегі заправкамыздың 92-сі құйылуда. Қостық чудо аппаратында. 88 дей ма? Күтейік. 88. 88. Біздің аппарат алдамаса, бұл жанармайда ешқандайда 92 жоқ. Бұл жерде 88. Жанармайдың 95-і. Даттағы биркалар ашылмай тұр ғой.
чтобы ертең бізге сөйлеп жүрмесін деп. Енді бізде бейтарап тексеріс болып жатыр, ешкім ренжімейтін шығар. Бұл видео пайдалы болады, сондықтан достарыңмен бөліс, қандай жанармай құйып жүргендерін білсін, қанша ақша төлеп жүргендерін, және қандай құйған дұрыс. Ал кеттік. 95-ші номер, екінші заправка. 94 дейді. Екі нормально болып тұр енді. 94 дейді. 94 дейді. Не керек? Сенің 92-лерің 92 емес, 95-лерің енді скидку айта салайыншы, я. Жарайды 95 деп, е? 92 үшінші жанармай бекеті. Нормально? Сәл өткір иісі бар. Өткір иісі бар. Өткір иісі бар. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз интрига. Аппаратты қостық. Аппарат сүртіледі, уайымдамаңыздар. Әрбір ауыстырған сайын аппаратты сүртіп жатырық. Кеттік. 81. Ема. 88-дан қуып тұр ғой. 88. 88. Үш рет бірдей көрсету керек қой, короче. Күте салайын тағы да бір рет. 88. Басында 81 деген шошып кеткенсің ғой. Үшінші номердегі 92, 88 болып шықты. Түсі сарғыштау. Эй, давай жұмыс істе. Қанша дейді? 97 ма? 91 ма? 97 дейді. Базар жоқ. 97 дейді. 95-97 деп сатып жатыр ғой. Үшінші номер, молодцы. Маған да қатты ұнайды, негізі бар ғой, RP. Өйткені бір комфорт да. Бәрі бар, маркет бар, тұрақ кең. Сапасын көргім келіп тұр енді бензин. 4-ші номер 92. Коммент жаза кетіңдер. Сендер қандай жанармай бекетін қолданасыңдар. Кеттік. 92 еді бұл. 90 дейді. Хотя бы 90. 80. Құдай-ау, сеніп едім ғой саған. 80. Ей, қақы кет, 89 дейді. 90 дейді. Тағы бір рет күтек. 3 сан қайталанса. 90 дейді. Бум, 95. 4-ші номердегі заправкамыз. Білесіңдер, ол қай заправка екен, е? Ой, көп мақтадық. Көп мақтаған қыз дегендей бар ғой, жалғастырымдар енді. Сәл бар. Сәл бар дейді. Өткір иіс 95-ші бензин. Шық. Тоқсан бесі оровна бастады. Жаман емес. 95. Және 95, молодцы. Бұл жердің 95 жақсы екен. Смело құя беріңдер. Сыртынан қарасаң, сразу не айтуға болады? Сәл қарау. Қалғандарына қарағанда. Бензин емес басқа нәрсе сияқты, 92. Мақ. Күтпедім мен 5-тен бар ғой. Басқа 5-тен күтпедім. 92. Кема 92 базар жоқ. Кешірім сұрайым. 5-ші номердегі заправка. Сіздер жайлы мен басқаша ойда жүрген едім. Опа. Иісі қалай? Айтып отыра бер. Обязательно сөйту керек па? Барып отыр ғой саған. Барып отқан жоқ па? Ереке? Жағымды. Жағымды ма? Иә. Тартып жүрген кетіп тұрған жоқ па? Кеттік. 95. $95. 5-ші номердегі заправка. 96. Көтеріліп барадыр.
96 и 95. Бір сан шешуші. 95. Молодцы. 5-ші номердегі жанармай бекеті. 95-теріңіз 95 екен. Осымен біздің экспериментіміз аяқталды. Бұл енді нақты тұжырым деп айта алмаймыз, бірақ қолымыздағы бар аппараттармен тексердік. Ары қарай шешім жасау өздеріңізде. Біз ешқандай жанармай бекеттерін кінәламаймыз. Бұл біздің өзіміздің қызығушылығымыздан туған эксперимент деп айтам. Лайк бас, коммент қалдыр, достарыңа жібер. Ең бастысы сенің таңдауыңда қай жанармай бекетінен құю, ал біздікі жай ғана көрсету.